Елбасы Қазақстан халқына жолдауында мемлекетіміздің кәсіпкерлері мен ауқатты азаматтарын өз капиталдарын заңдастыруға, жекешелендіру тендерлеріне белсенді қатысуға шақырды. Осылайша өздеріне Қазақстанға барша халыққа жәрдемдесетіндерін де ескертті. Армысыздар, эфирде бизнес бағдары хабар және оның жүргізушісімен Балдырған Мамен. Ұлттық заңнамаға енгізілген өзгерістерге байланысты мүлікті заңдастыру науқанының мерзімі үстіміздегі жылдың аяғына дейін ұзартылды. Заңдастыру мемлекет үшін де, ел азаматтары үшін де өзара пайдалы болмақ. Бір жағынан жеке тұлғалар қолында бар мүлкін заңды айналымға шығаруға мүмкіндік алса, екіншіден ел экономикасына заңдастырылған капитал мен мүлік түріндегі қосымша қаражат тартылады. Бұл науқан өзге мемлекеттердегі мүлікті, сонымен бірге өзге тұлғаның атындағы мүлікті заңдастыруға мүмкіндік береді. Заңдастырылған мүлік жеке тұлғаның кірісі ретінде саналмайды, тиісінше жеке тұлғаға қосымша салық салынбайды. В ноябре 2015 года были внесены изменения. Қазақстан Республикасының азаматтарына, оралмандарға және Қазақстан Республикасында тұруға ықтияр хаты бар адамдарға олардың мүлікті жария етуіне байланысты рақымшылық жасау туралы заңына өзгерістер енгізіліп, біріншіден мүлікті жария ету мерзімі ұзартылды. Оны жария ету уақыты осы жылдың 31 желтоқсанына дейін ұзартылды. Дегенмен мүлікті жария етуге құжат тапсыру уақыты Қазақстан территориясындағы жылжымайтын мүлікке осы жылдың 30 қарашасына дейін. Өзге мүлікке мүлікті жария ету мерзімі аяқталғанға дейінгі 5 жұмыс күні. Екіншіден, мүлікті жария етудің тиімді тұсы бұл Қазақстан аумағындағы мүлікті ақшаны сақтау бойынша міндеттеме алмастан, алым төлеместен өзінің қалауы бойынша шектеусіз билік ете отырып банктегі шоттарға салу жолымен жария ету және екінші деңгейлі банктердің шоттарына есепке алынбастан 10% алым мөлшерлемесін төлеу жолымен. Яғни ақша екінші деңгейлі банктерге салынбайды. Ақша қай жерде тұрса да 10% алымын төлеп банктерге орналастырмай-ақ жария етуге болады. Бір ерекшелігі 2015 жылдың 29 қарашасына дейін мүлкін жария етіп, алымын төлегендер қаражатын қайтарып алуына мүмкіндіктері бар. Ол үшін қажетті құжаттармен тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік кірістер ұйымына хабарласады. Заңдастыру деген не? Заңдастыру бұл жасырылған немесе ресімделген, болмаса өзге тұлғаның атына тіркелген мүлікке меншік құқығының мемлекет тарапынан мойындалу ресімі. Мүлікті заңдастыру субъектісі кімдер? Қазақстан Республикасының азаматтары, оралмандар мен Қазақстан Республикасында тұруға ықтияры бар тұлғалар. Заңды тұлғалар заңдастыру субъектісіне жатпайды. Қандай мүлікті заңдастыруға болады? Ақша, құнды қағаздар, заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесі, өзге тұлғаның атына ресімделген жылжымайтын мүлік, Қазақстан аумағында орналасқан жылжымайтын мүлік, Қазақстаннан тыс жерде орналасқан жылжымайтын мүлік, Қазақстаннан тыс жердегі ақша, құнды қағаздар, қатысу үлестері, сонымен бірге өзге тұлғаның атына ресімделген жылжымайтын мүлік. Басқа ұйымдардың сенімді мүліктік басқаруына берілген жағдайда, олардың заңдастыру субъектілерімен шартты қарым-қатынасы мен міндеттері болады. Ұлттық кәсіпкерлер палатасы туралы заңда Ұлттық кәсіпкерлер палатасының негізгі қызметтерінің бірі ретінде кәсіпкерлердің заңды құқықтары мен мүдделерін қорғау көрсетілген. Бір айда кәсіпкерлер палатасына кәсіпкерлерден 27 өтініш келіп түскен. Осы ретте түскен өтініштердің басым бөлігі сотта кәсіпкерлердің мүддесін білдіру, сот процесіне қажетті құжаттарды әзірлеуге қатысты болып отыр. Одной из функций Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан. Қазақстан Республикасы кәсіпкерлік туралы заңына сәйкес, кәсіпкерлер палатасының қызметтерінің бірі жалпы мониторинг жүргізуді жүзеге асыру болып табылады. Жалпы мониторинг бұл кәсіпкерлер палатасының мемлекеттік ұйымдарға жіберілген ақпараттың қаншалықты деңгейде орындалғанына, сонымен қатар белгілі бағытта жіберілген нормативтік актінің қаралатын мәселелері мен міндеттерінің қаншалықты деңгейде орындалғанына жүйелі талдау жасау қызметі. Оған қоса мемлекеттік ұйымдардың іс-қимылына тексеру жүргізеді және кәсіпкерлер мүддесінің қорғалуында заң бұзушылықтың болмауын қадағалайды.
Осыған орай бізде қоғамдық қатынастардың әр саласы бойынша 4 бағытта мониторинг жүргізіледі. Одан бөлек кәсіпкерлер құқын қорғауға байланысты өткен кәсіпкерлер палатасының 26-шы мәжілісінде кәсіпкерлер мен жергілікті атқарушы билік арасындағы туындайтын мәселелер бойынша да жауаптылық. Атап айтар болсақ, негізінен бұл кәсіпкерлердің қоғамдық ұйымдарға төлейтін міндетті төлемдері және оларды пайдалануға қатысты. Бұл мәселе бойынша қазір қосымша жұмыстар жүргізілуде. Кез келген кәсіпкер кәсіпкерлер палатасына келіп, өзіне қажетті қызметті ала алады. Олардың ішіне бухгалтерлік және салықтық есепті жүргізуге, сондай-ақ статистикалық есептілікті жасауға байланысты қызметтер, кедендік рәсімдер бойынша қызметтер, менеджмент жүйелерін енгізу бойынша консультация беру және бүкіл процесті толық сүйемелдеу, заң қызметтерін көрсету, маркетинг мәселелер бойынша қызметтер, ақпараттық технологияларға қызмет көрсету саласындағы консультациялар, мемлекеттік сатып алулар мен менеджмент сұрақтары бойынша көмек ала алады. Соңғы 10 жылда барынша қарқынды дамып отырған жекеменшік медицина Қазақстанның денсаулық сақтау жүйесінің толыққанды мүшесі болып үлгерді. Бұл емделушінің сапалы медициналық қызмет алуда таңдау жасауына мүмкіндік беріп отыр. Елімізде медициналық қызметтің ақылы секторын қарқынды дамытуға көңіл бөлу халықтың денсаулығын жақсартуға немқұрайды қарамағандықтың белгісі. 81-ші қадам. Жекеменшік медицинаны дамыту, медициналық мекемелерге корпоративтік басқаруды енгізу. Бәсекелестік есебінен қызметтің қолжетімділігі мен сапасын көтеру мақсатында әлеуметтік медициналық сақтандыру жағдайындағы бастапқы медициналық әлеуметтік көмекті қаржыландыру, бәсеке есебінен медициналық ұйымдардың корпоративтік басқару қағидаттарына көшуін қамтамасыз етеді. Мемлекеттік медициналық ұйымдарды жекешелендіруді ынталандыру, мемлекеттік емес ұйымдар арқылы тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемін беруді кеңейту. Соңғы 10 жылдықта тұрғындарға қызмет көрсетуді жетілдіруде жекеменшік медицина өзінің үлкен үлесін қосып келеді. Сондай медициналық орталықтардың бірі Жанар клиникасы. Осыдан 13 жыл бұрын дәрігер Үрмия Бейсованың бастамашылығымен ашылған клиника бүгінде сыр жұртшылығы сеніміне ие болып үлгерді. Жеке емдеу орталығына келген емделуші дәрігердің кеңесіне жүгінеді. Медициналық тексеруден өтеді. Белгіленген ем түрлерін кезең-кезеңімен алады. Бұл жерде эндокринолог, уролог, андролог, гинеколог сияқты жоғары санатты дәрігерлер ем жүргізеді. Сондай-ақ емделушілер физ-кабинетте ем қабылдай алады. Емдеу барысында аталмыш орталық заманауи құрылғыларды пайдаланады. Ендігі мақсат кәсіпкерлер палатасы кеңесімен дәрігерлік қызмет аясын кеңейтіп, жаңа жұмыс орындарын көбейту дейді клиника басшысы. Мен бизнеспен 2003 жылдан бастап айналыстым. Яғни клиника Жанар ашылғанына 13-ші жыл биыл. Өзіңіз білесіз, сол кездерде бизнесті елдің барлығы енді бастап жатыр, бизнеске кеңес беретін, ақыл сұрайтын ешқандай мекемелер ашылған жоқ. Ал енді осы 2-3 жылдың көлемі болды, кәсіпкерлер палатасы ашылды. Ол бізге өте үлкен көп көмек тиіп тұр. Біз кәсіпкерлер палатасының маркетинг қызметін пайдаланып, осы былтыр сол пайдаланған маркетинг қызметінен біз түсінгеніміз, біздің потенциалымыз мол екен. Әрі қарай кеңеюге, ұлғаюға деген сияқты. Соны түсініп, біз әрі қарай осы кәсіпкерлер палатасының көмегімен тағы да несие алғымыз келеді. Бұрын дамудың көмегімен несие алғанбыз. Енді кәсіпкерлер палатасының көмегімен несие алып, әрі қарай ұлғаю ойда бар. Демек, қазіргі таңда біз 20 шақты адамның жанұясын асырауға, нәпақасын табуға көмек беріп отырсақ, енді 30-35 адамға дейін ұлғаюға мүмкіндік бар екендігін түсінгендейміз. Одан да бөлек біз кәсіпкерлер палатасы тереңірек етіп бізге үкімет тарапынан болып жатқан жол картасы, бизнестің жол картасы 2020-мен таныстырды. Ол бизнестің жол картасы да бізге өте үлкен көмек беретіндігін түсіндік. Енді біз өзі бір жолға қойылған бизнес деп есептелгенмен әлде бізге беретін кеңестері, көмектері көп екендігін түсінген жағдайдамыз. Мінекей кәсіпкерлер палатасының заңгерлерінің, сондағы жұмысшыларының, қызметшілерінің арқасында біз көп нәрсені түсініп, осы таңда осы кәсіпкерлер палатасының көп көмегін көріп отырмыз. Электроэнцефалография бас терісі арқылы бас миының электрлі мүмкіндігін тіркеу әдісі.
Оның қорытындысы негізінде дәрігерлер ми қызметінің жұмысын бағалау мүмкіндігіне ие болады. Клиника несімен ерекшеленеді? Алдымен дәрігерлердің жоғары біліктілігі, содан соң диагностика, кеңес беру, ем жасау барлығы бір жерде. Бұл емделушілердің бір жағынан уақытын үнемдесе, екінші жағынан емнің барлығы үнемі дәрігердің көз алдында өтеді. Сондықтан клиникаға келушілер легі де күн санап көбейіп келеді, дейді жеке емхана иесі. Көп клиникалар ашылып жатыр. Үкіметте де мынандай реабилитационный орталықтар ашылып жатыр. Соларға енді бөлінеді ғой адамдар. Дегенмен өзінің қай жерде жақсы ем алды, сол жерге қайта келетіндіктерін айтып келетіндер көбейіп жатыр. Сонда енді біз айтып отырмын ғой, біздің кәсіп Құдайға шүкір жолға қойылды деп айта аламын. Енді тіпті 100% демегенмен енді халық біледі. Қазір бізді бір жеке клиника орталық есебінде мойындады. Біздің берген емімізден қаншама халық ем алып, жағдайларын дұрыстап, оңалып жатыр. Сондықтан соның барлығы есептелінеді халықтың ортасында. Бұрын бір емделген кісілер сөйтіп басқа бір клиникаға барып едім, сөйтіп едім, бүйтіп едім, сонымен сізді қайтадан мен мында келдім деп келетін кісілер көбейіп жатыр деп жаңа айттым. Енді әлде де болса бізді алда істелетін жоспарларымыз баршылық. Өз бизнес идеяңды үкіметтің қолдауымен қалай жүзеге асыруға болады? Егер жаңашыл идеямен жасаған авторлық жобаларыңыз болса, облыстық кәсіпкерлер палатасына келіңіздер. Бұл жерде сіздер инновациялық технологияларды жүзеге асыру үшін қаржы алуға және мемлекеттік бағдарламаларға қатысуға көмек ала аласыздар. Ал біздің кәсіби мамандарымыз әрдайым өздеріңізге қажетті кеңес беруге әзір. Бизнестің жол картасы 2020 бизнесті дамыту бағдарламасы шеңберінде инновациялық гранттар туралы айтып кетсек, ол мемлекеттік гранттар моноқалаларда, шағын қалаларда және ауылдық елді мекендердегі кәсіпкер субъекттеріне беріледі. Оның ішіне жас кәсіпкерлер кіреді. Ісін енді жаңадан бастайын деп жатқан кәсіпкерлер, әйелдер, 50-ден жастан асқан адамдар және де мүгедектер қатыса алады. Ең басты шарттар туралы айтып кетсек, ол біріншіден экономикалық басым секторына кіретін бизнес идея болу керек. Екіншіден кәсіпкер өзінің үлесі болу керек. Ол 10% ақшалай немесе оның ішінде мүлікпен де қатыса алады. Және де ол жаңағы құжаттарын айта кетсек, оның тіркелген құжаты болу керек, ИП-сі немесе ТО-сы тіркелген құжаты болу керек, салыққа және де басқа да қарыздары болмау керек, бизнес планы болу керек, оқу өткен сертификаты болу керек, және де өзінің құжаттарын болу керек. Және де басқа да банктерге қарыздары болмау керек. Бай болу үшін кәсіп керек, ал кәсіп болу үшін бизнес сауаттылық қажет. Әрдайым ізденісте болайық. Келесі де жүздескенше.